Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Мен бүгін Get Ready With Me, яғни мектепке бірге дайындалатын боламыз. Кеттік. Ең алдымен мен мектепке осындай шалбар киемін. Астанада қар жауып, боран болып жатыр, суық болып жатыр. Сондықтан ішінен осындай қалыңдау колготки киемін. Содан соң осындай фонариктері бар рубашка. Осындай және де үстінен жылы болсын деп көк жилетка киіп алатын боламын. Кеттік, осы образды тезірек киейік. Достар, мен киімімді киіп болдым. Енді қазір біз макияжға кірісетін боламыз. Ең алдымен бетіме крем жағып, бетімді увлажнять етіп аламын. Бетіме кремді толықтай жағып біттім. Крем сіңе бергенше мен көзімді тушпен бояймын. Мен тоналка консилер жақпаймын. Но скоро консилер сатып алып, видео түсіретін боламын. Пока что тоналка жақпаймын, потому что мен қорқамын, типа, дұрыс болып кете ма деп. И осыны тушты и осы подводканы ғана жағатын боламын. Егер маған стрелка жараса, ұнаса, мен қалдырам. Егер ұнамай біртүрлі шықса, онда өшіріп тастайтын болам. Короче, менде туш Multa 6, короче, Faberlicтің тушы. Қазір осы туштың қалай көтеретінін көрсетем. Бұл туш тоже күшті көтереді көзді. Вот, кисті осындай. Қазір жақып көрсететін боламын. Достар, қарасаңыздар, менің мына көзімде туш жоқ, ал мына көзімде бар. Осылай кірпігімді көтерген күшті қылдырып, прям өте күшті көтерген. И примерно 5 сағат өткеннен кейін астында нелер қалып қояды, но все равно күшті көрініп тұр. Егер астына жақпасаңыздар, онда түспейді. Негізі түспейді, просто түседі. Короче, мына көзіме енді жағайын. Сәлем достар, мен мектептен келдім. Көзімді бояп өтіп қалдым. Сәлем достар, мен өзімнің телефонымнан түсіретін боламын. Короче, мен түсіре беремін. Короче, достар, екі көзімде де астында төбесінде боядым. Осылай көрінеді. Енді қазір шашымды шешіп, стрелканы подводкамен стрелка сызатын боламын. Сол кезде көреміз, қалай шығады. Егер ұнаса сызамын, ұнамаса сызбаймын. Айтпақшыдай, ютубта 145 подписчикқа көп-көп алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахметімізді айтамыз. Бізді қолдап жатқандарыңызға рахмет. Короче, стрелканы мына көзіме сыздым, осылай көрінеді. Енді осы көзіме сызамын, ровно қылдырып, короче. Короче, екі көзімде де осылай шықтым. Енді шашымды шешетін боламын. И сол кезде шашымды жайғанда қалай көрінетінін бірге көреміз. Менде мұнда крабик қыстырылып тұр. И осы крабикті шешеміз. Бәдей бұйра кішкене. Ну, не знаю, короче, көреміз. Менде мұнда айна бар. И, короче, шашымды жайғанда осылай тұрады. Шашымды, наверное, бұлып қоям. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.